Анау аспандағы жарқырап тұрған айдың үстінен бір жұлдыз көрінеді ғой. Ол нағызында жұлдыз емес, планета. Ал енді қайсы планета дегенде, адамның көзіне телескопсыз тек 3 планета ғана көрінеді. Біреуі есек қырған, яғни Юпитер. Екіншісі шолпан, яғни Венера. Үшіншісі арай, яғни Марс. Бұл Марс емес, өйткені Марс қызғылт болып көрінеді. Бұл есек қырған емес, өйткені есек қырған нықты жарқырайды. Бұл демек шолпан жұлдызы. Жалпы әңгіменің қысқасы былай. Тірлікті Құдай жаратты дейді ғой. Егер де сонысы рас деп айтатын болсақ, ендеше ол Құдай рационалды емес. Өйткені бүкіл әлемді айтпағанның өзінде тек мына күн әлемін айтатын болсақ, күннің айналасында 9 планета бар. Сол 9 планетаның тек біреуінде ғана тірлігі бар. Қалғандары ешқандай пайдасыз жаратыла салған. Соншама кеңістікте тек қана бір планетада тірлігі бары, ол деген рационалдық жаратылыс емес. Өйткені қаншама кеңістік бос жатыр. Ал енді әлемдік деңгейде айтатын болсақ, әлемдік деңгейде тіпті осындай бос жаратылған нысандар өте көп. Ол қалай? Бұл рационалды жаратылыс емес қой. Соншама планеталарды жаратып, тек азғантайларында ғана тірлігі болса. Ал енді бұны әлемді, яғни жұлдыздар мен планеталарды Құдай емес, ал аспан механикасы жаратты десек, онда осы планетадағы тірліктің сиректігі оны сәтпен түсіндіреміз. Сәт тірлікті жарататын. Сондықтан да бүкіл әлем бойынша тірі планеталар, тірлігі бар планеталар аз. Өйткені сәт ол сирек болатын нәрсе. Сирек болатын нәрсе. Міне логикамен өстіп ой қорытатын болсақ, планеталарды, жұлдыздарды және сол планеталардағы тірлікті жарататын Құдай емес. Өйткені жаңағы айтқанымыздай, Құдай десек, онда ол рационалды Құдай емес. А рационалды Құдай емес десек, өстіп жаратушыны кемсітеміз. Демек, Құдай осындай іспен айналыспайды. Жаратушы тек қана аспан механикасын, басқа да заңдылықтарды жарататтағы, сол заңдылықтар қалған нәрселерді жаратып жатады. Міне осы тұрғыдан келетін болсақ, онда бәрі жөніне келеді. Логикада жөніне келеді.